Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін біз дәл осындай өте дәмді, тәтті, әрі жұмсақ, нәзік болып шығатын сүтті қыз молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Тортымызға қажетті ингредиенттерді төменде описанияда жазып қалдыратын боламын. Сосын жұмыртқамыздың үстіне сгущенкамызды құйып аламыз. Үстіне жұмсақ сары майымызды саламыз. Сосын жақсылап бір қалыпты массаға енгенше миксерлейміз. Миксерлеп болған соң үстіне 1 шай қасық разрыхлитель және ванилин саламыз. Ванилиннің мен осы түрін қолданамын. Сосын азырақ миксерлеп, оның үстіне ұн қосып араластырамыз. Қамырымыздың барлық түйіршіктері кетіп, бір қалыпты массаға енгенше жақсылап миксерлейміз. Міне қамырымыз дайын. Қамырымыздың консистенциясы дәл осы видеодағыдай болуы керек. Корждарымызды пісіріп аламыз. Және тортымыздың диаметрі 22 см болады. Корждарды пісірген кезде мен осындай разъемное кольцоны қолданамын. Себебі мұнда қамыр пісу кезінде формасын жоғалтпайды, бір қалыпты болып пісіп шығады. Сонымен корждарымыз дайын. Менің қамырымнан дәл осындай 7 корж пісіп шықты. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ең алдымен салқын кілегейге үстіне қант қосып, миксердің төменгі жылдамдығында миксерлейтін боламыз. Креміміз біздің жақсы шығу үшін, формасын дұрыс ұстау үшін бізде кілегеймен дұрыс жұмыс жасау керек. Алдымен кілегейіміз өте салқын, кемінде 2-3 сағат холодильникте болу керек. Сосын ыдысымыз бен миксеріміз құрғақ болу керек. Одан бөлек бөлме температурасы да өте маңызды рөл ойнайды. Крем жасап жатқан кезде бөлме температурасы қоңыр салқын болу керек. Сонда сіздің креміңіз өте тез дайын болады және формасын жақсы ұстайтын болады. Кілегейіміз біздің қоюлана бастады. Міне осындай формасын ұстау керек. Енді кілегейдің үстіне творожный сырды 2 бөліп салатын боламыз. Креміміз бір қалыпты массаға енгенше жақсылап миксерлейміз. Крем дайын. Енді тортымызды жинаймыз.
Осылай тортты жинап шығамыз. Әр кожға менде 3-4 қасықтан крем кетті. Тортымыз біздің биік болып шықты, сондықтан кольцоны сәл жоғары көтердім. Енді ең соңғы кожның бетіне кремді жағып, 2-3 сағатқа холодильникке қоямыз, немесе бір түнге қойып қоямыз. Тортымыз дайын. Біз сыртына қалған креммен тортымызды тегістеп, үстіне шоколадты ганаш құйып, түрлі жемістермен өз қалауларыңызша ілесеңіздер болады. Тортты кесіп көрсетейін. Тортымыз өте биік, нәзік әрі жұмсақ болып шықты. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.